мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 19 қазан мен 29 қазан аралығында өтетін мәңгілік ел, мәртебелі тіл атты апталығымызды ашық деп жариялаймыз. Апталықтың мақсаты болашақ ұрпақта ана тілін қастерлеп, ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрпын бойына сіңіре отырып, елін, тілін, отанын сүюге тәрбиелеу. Құрметті ұстаздар және мектеп оқушылары, бүгін біз сіздермен қазақ тілінен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің апталығын ашылуын құттықтаймыз. Тіл өмірдегі мақсаттар мен армандардың жемісі. Тіл біздің әке-шешеміздің, ұрпақтардың бізге жеткен ең бір сарқылмас, таусылмас кең қазынасы. Ол біздің қазақ тіліміз. Қазан күні 8-ші Ә сыныбында қазақ тілі пәнінен көшпенділердің рухани мәдениеті, кідіріс және екпін тақырыбында бейнесабақты оқи бастады. Қазақтың ұлттық құндылықтары 20-шы ғасырдан бастап жеңіл-желпі ұсынамыз. Бүгінде халық арасында кейбір салт-дәстүрлеріміз бен әдет-ғұрыптарымыздың жойылып бара жатқаны, ата-бабаларымыздан бізге мұра болып қалған салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрыптарымызды игі мақсаттарда қолдану, олардың жойылып бара жатқандарын қайта жаңғырту және халық арасында қайта дәріптеу әрбір кесіп қазақтың мектебінде. Осы ұстанымды өскелең ұрпақтың бойына сіңіруді мақсат ете отырып және заман көшіне ілесе мектебіміздің оқушылары бейнеролик жасап апталығымызға атсалысты. Бойдалар, әсемән көбеге ойынсалар, әнді сесейпен шеседеп Абай атамыз жырлағандай 22 қараша мектеп оқушыларының табиғат тақырыбындағы әндерін